Баршаңызға сәлем достар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ал егер әлі тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, қоңырауды басып қойыңыз. Бүгінгі Түс Шоруымыз түсімде шашымды қиып тастадым деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде шашыңызды қайшымен қиып жатсаңыз, өміріңізде болып жатқан қайшылықтардан құтылатындығыңызды білдіреді. Ер адам түсінде шашын қайшымен қиып жатқандығын көрсе, жаман достарынан алыстағанын білдіреді. Егер жүкті әйел түсінде шашын қиып жатқандығын көрсе, босанатын уақытының жақындағанын білдіреді. Түсіңізде қиылған шашты көрсеңіз, өзіңізге қымбат адамнан немесе заттан айырылып қалғандығыңызды білдіреді. Тұрмыс құрмаған қыз түсінде өзінің шашын қиып жатқандығын көрсе, өз-өзіне ұнамай жүргендігін білдіреді. Сондай-ақ танымайтын адам тұрмыс құрмаған қыздың шашын қиып жатса, тұрмысқа шығатындығын білдіреді және жұмысы мен оқуында үлкен табысқа жететіндігін білдіреді. Тұрмыстағы ел түсінде шашын қиып жатса, жақында жүкті болатындығын білдіреді. Егер ер адам түсінде шашын қиып жатса, аянбай еңбек етіп жүргендігін білдіреді. Егер ер адам түсінде шашын тақыр қылып алып тастаса, ол жігіттің жұмысында немесе отбасында әйелмен келіспеушілік болып жатқандығын білдіреді. Егер жас бала түсінде шашын алып жатқандығын көрсе, ол жігіттің өте табысты болатындығын білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ барлық достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.